Гербарий жасау әдістері. Гербарий латынша шөп деген мағынаны білдіреді. Алғаш гербарийлер 18 ғасырдың басында жасалған. Гербарий ұғымының кең таралуына Швеция ғылым академиясының тұңғыш президенті Карл Линней әсер еткен. Гербарий үшін жинақталатын өсімдіктер пышақпен немесе қайшымен, кішкентай күрекшемен қазылып алынады. Одан кейін олар қатты қағаздың бетіне престеледі, қай жерден кімнің жасағаны және қашан жасағаны этикетка ретінде жапсырылады. Қазіргі кезде гербарийдің 4 түрі бар. Соның ішінде оқушылар біз арнайы гербарийлер жасаймыз. Ол оқу құралына немесе белгілі бір жұмыстарға арнайы зерттеу бағдарламалары